Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біз бүгін бірінші сынып ана тілі пәнінің 4-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы дыбыстар мен әріптер. Ендеше балалар, бірден бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Өлеңнің тақырыбы алғашқы қар. Алақай, қар жауды, сырғанақ тебеміз, білмейді шаршауды, шыныққан денеміз. Шығамыз далаға, соғамыз аққала, мінеміз шанаға, күлеміз шаттана. Бұл өлеңнің авторы Дәркембай Шоқпарұлы екен. Ендеше өлеңнің астындағы сұрақтарға назар аударайық. Өлең не туралы? Әрине, тақырыпта айтылып тұрғандай, өлең алғашқы қар туралы, яғни қыс мезгілі туралы. Қыс мезгілінде ойналатын ойындар туралы. Балалар, біз қыс мезгілінде қандай ойындар ойнаймыз? Дұрыс айтасыңдар, шанамен сырғанаймыз, коньки тебеді екенбіз, қардан аққала соғады екенбіз балалар, иә? Келесі сұрақ: қар, сырғанақ сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар дейді. Олай болса балалар, қар және сырғанақ сөздеріндегі әріптер мен дыбыстарды санап шығайық. Мінекей балалар, қар сөзінің әріптері мен дыбыстарын санаймыз. 1, 2, 3. Қар сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар екен. Келесі сөз сырғанақ. Сырғанақ сөзінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 әріп, 8 дыбыс бар екен балалар, иә? Жарайсыңдар балалар, бірінші жаттығуды сәтті орындап шықтық. Келесі жаттығу екінші жаттығу екен. Сөздерді көшіріп жаз дейді. Балалар, бірінші сөздерді оқып шығайық. Қар, жар, тар. Қыс, қас, қос. Топ, доп. Мінекей балалар, бірінші осы сөздерді дәптерімізге көркем түрде көшіріп жазайық. Одан кейін астындағы тапсырманы орындайтын боламыз. Балалар, ең бірінші денемізді тік ұстаймыз, дәптерді қиғаш қойып, сөздерді көшіріп жазамыз балалар. Ұқыпты түрде тыныс белгілерін ескере отырып, бас әріппен жазылған сөздерді бас әріппен, кіші әріппен жазылған сөздерді кішкентай әріппен жазып шығамыз балалар. Жаттығуды жазып болғанша видеоны паузаға қойып, тоқтатып қойсаңдар болады. Балалар, енді көшіріп болсақ, тапсырманы орындайық. Бұл жаттығудың астында сөздердің мағынасы неліктен өзгерді деп ойлайсың деген сұрақ бар екен. Балалар, қар, жар, тар деген сөздерде неліктен сөздер өзгерді деп ойлайсыңдар? Әрине, себебі сөздердегі әріптер өзгерді, иә? Қар, жар, тар деген сөздерде бірінші әріптер басқа әріптермен алмасып, соның нәтижесінде сөздердің мағынасы өзгерді. Екінші, қыс, қас, қос. Балалар, мұқият қарақшы. Бірінші әріптер үш сөзде де бірдей, яғни қ әріпі. Үшінші әріпі, яғни с әріпі де барлық сөзде бірдей. Демек, ортасындағы әріптер өзгерген екен. Яғни бірінші сөзде әріпі болғандықтан қыс деп оқылады. Екінші сөзде а әріпі жазылып, қас деп оқылады. Үшінші сөзде о әріпі жазылып, қос деп оқылады. Балалар, бұл сөздердің бәрінің мағыналары бар екен. Келесі топ, доп дейді. Бұл сөзде қай әріптер өзгеріп тұр? Дұрыс айтасыңдар, бірінші әріптері өзгеріп тұр екен, соның нәтижесінде топ және доп болып өзгеріп тұр екен. Жарайсыңдар балалар, екінші жаттығуды осымен аяқтадық. Үшінші жаттығуға назар аударамыз. Бос орындарға дауысты дыбыстарды қойып, сөздер құрап айт. Балалар, ең бірінші дауысты дыбыстарды есімізге түсіріп алайық. Мінекей балалар, алдарыңа дауысты дыбыстарды шығарып қойдым. Кез келген дауысты дыбысты қоя алмаймыз, себебі оның мағынасы болмай қалуы мүмкін. Мысалы, бірінші сөзде дауысты дыбысын алып көрейік міне. Гіл болды балалар. Гіл деген сөз біздің қазақ тілінде жоқ, Демек, біз ол әріпті, ол дыбысты қоя алмаймыз. Тек белгілі бір мағынасы бар сөз шығаруымыз керек. Мысалы, а дыбысын алайық.
міне гал болады балалар, гал деген сөз бізде жоқ, бізде ондай мағына беретін гал деген сөздің мағынасы жоқ екен. Сондықтан біз бұл жерге дыбысын қойып көрейік. Мінекей балалар, гүл деген сөз шықты. Гүл деген сөздің мағынасы бар ма? Әрине бар, гүл деген өсімдік біздің үйімізде болады. Туған күндерде, мерекелерде біздер ата-анамызға, ұстаздарымызға сыйлайтын гүл, Оның астындағы сөзге көңіл бөлеміз. Д ортасына дауыстар жазу керек, одан кейін П. Қане балалар, ойланайықшы. Қандай дауысты дыбыс қойсақ, бұл сөзде мән мағына болады? Мысалы балалар, А дыбысын қойып көрейікші. Мағына бола ма бұл сөзде? Қане, оқиықшы. Дап. Балалар, дап деген сөз бар ма қазақ тілінде? Жоқ, Сондықтан мағынасы бар сөз құрауымыз керек. Ендеше О дыбысын қойып көрейік. Мінекей балалар, доп деген сөз шықты. Біздің қазақ тілінде доп деген сөз бар екен, Доп деген не? Біздер ойнайтын футбол, баскетбол, волейбол ойнайтын және тағы да басқа ойындарға арналған доп екен. Оның астындағы сөзге мән берейік. Б және ортасына дауысты дыбыс керек, одан кейін С. Қандай дауысты дыбысты қойып, мағынасы бар сөз құрай аламыз балалар? А дыбысын қойып көрейік. Міне, бас деген сөз болады. Яғни біздердің басымыз, немесе аяғымен бас. Жерді бас деген жерде қолданады. Және О дыбысын қойсақ та болады екен бұл жерге. Сонда бос сөзі болады. Бос деген сөз менің қасымдағы орындық бос, менің қолым бос деген сияқты кездерде айтылатын сөз екен. Келесі сөз дауысты дыбыс керек бірінші, одан кейін Л дыбысы, сосын М және тағы да бір дауысты дыбыс керек екен. Балалар, бұл жерге екі жағына да А дыбысын қойсақ, міне алма деген сөз шығады. Алма деген әрине мағынасы бар сөз. Оның астындағы назар аударсақ, бұл жерге де А дыбысын қойсақ, арба деген сөз шығады екен. Балалар, оның астындағы назар аударайық. Бұл сөзге де екі жағына да А дыбысын қойып, алша деген жемістің атауын шығара алады екенбіз. Балалар, алша деген жемістің түрі екен. Келесі қатарға қарайық. Бұл жерге де А әрпін қойсақ та, Е әрпін қойсақ та болады балалар. Мысалы, А дыбысын қойсақ, аман деген сөз шығады екен. Ал Е дыбысын қойсақ, емен деген сөз шығады екен. Балалар, оның астындағы сөзде де біз бірнеше дауысты дыбыстарды қоя беруімізге болады екен. Мысалы, Ö мен І дыбыстарын қойып, өрік деген сөз шығаруымызға болады. Өрік деген өте тәтті жемістің атауы екен. Және де Е мен І дыбыстарын қойып, ерік деген адамның атын, яғни есімін шығаруымызға болады екен. Одан кейінгі сөзде Е және І дыбыстарын қойып, есім деген сөзді. Одан кейін Ә және Е дыбыстарын қойып, әсем деген адамның есімін шығаруымызға болады екен балалар. Балалар, ендеше бүгінгі біздің 4-ші сабағымыз осымен өз соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңдар балалар.